Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, ұстаздар, апайлар. Тұнып жатқан бұлақтың көзін ашқан, бар білім бастауыштан қалыптасқан атты апталық барысында өткізіліп жатқан ойлан, ойна, сергі атты іс-шараға қош келдіңіздер. Рахмет. Жаттығуды бастамас бұрын, мына жерде цифрды таңдайық. Қазір біздің жаттығуымыз жер сілкінісі қыздыру жаттығуы болады. Денемізді қыздырып аламыз. Жер сілкінісі деп аталады. Мұнда топқа қатысушылар 3 адамнан болады. Қараймыз, цифрымыздың артында не бар? Ненің суреті бар? Адам және шатырдың суреті бар. Енді екеуі шатыр болу керек, біреуі адам болу керек. Бірінші, екінші нөмірлі апайлар шатыр болады, үшінші нөмірлі адамдар адам болады. Енді бұл жердегі ойында мен шатыр деп айтқан кезде шатыр құрамыз, адамдар сол шатырдың астында тұрады. Ал шатыр деген кезде шатырлар ауысады, адам деген кезде адамдар ауысады. Ал жер сілкінісі дегенде барлығымыз араласамыз. Сөйтіп қайтадан орнымызға келеміз. Шатыр дегенде қолымызды былай, 2 адам. Мысалы, шатыр десе, 2 адам. Ал адам ортасында тұрады. Шатыр, тағы да шатыр, араласамыз, шатырлар. Адам өзі тауып алады. Жер сілкінісі? Жақсы, апайлар. Ойын қалай өтті, апайлар? Жақсы. Рахмет, апайлар. Өте жақсы. Өте жақсы қатыстыңыздар. Тамаша. Енді, апайлар, қазір біз топқа бөлінеміз. Мына жерде енді сәнім жалғастырады. Сөздерді таңдаймыз. Қағаз таңдаймыз. Қағаз қиындыларын таңдаймыз. Өлең жолдары берілген, сол өлең жолдарымен топқа біргеміз. Апайлар, топқа ән жолдары берілді, сол әнді қазір бірлесіп орындаймыз. Сіздерге қандай ән жолдар берілді? Сіздерге? Olsun. Бақыт бар көрмейді әрі Біздің кеткен жоқпыз мәңгілікке Оятқан сазы салық жаратқанға Қалдырмас жүректі жолда жалғыз Барыңды
алғысымыз арта берсін бір-бірімізге деген осындай тілекпен енді сіздерге мен топтық жұмыс бергім келіп тұр. Өз топтарыңыздың атын, ұранын, берілген қағаздарды, ресурстарды пайдалана отырып қорғасаңыздар, шеберліктеріңізді осы жерде көрсетіп, өздеріңіздің топтарыңыздың атын, ұранын, мына жерде берілген қағаздарды, ресурстарды пайдалана отырып қолданасыздар. Ар жағына шықсаңдар. Маска де бар, не де бар. Өздеріңіз ат қоясыздар, соның ұранын сұрастырасыздар, сосын қорғайсыздар. Қорғайсыздар, сол топты өздеріңіз қағазға түсіресіздер. Ойын тамаша, керемет, көңіл күйіміз жақсы, жарайсыңдар қыздар. Топтарды тыңдаймыз, топ өзінің атауымен, ұранымен таныстырады. Бізде топтың аты достар, ұранымыз бір үйдің баласындай. Ешқашан бөлінмейтін, бірманды бөлінмейтін. Енді түсіндіріп кетейік, біз мұна не деп түсінбей тұрған шығарсыздар, бұл екі құрбы, яғни дос қыздар, екі қалада оқиды, бір-бірлерін қуат жаңағыда енді бір жыл болған ғой көрмегендеріне. Көргенде соншақ шаштары тікірейіп кәдімгідей, юбкілері ғой, түсінбей жатқан шығарсыздар, қуанға соншалық алақайлап екеуі қолдары жоғары көтеріп шаштары тікіріп кеткен. Даже жаңа бір-бірлерін көрген соншалық. Бұл екеуі достар, айырылмас достарды біз осындай біз газетіміз шығардық. Достар топтың аты. Мәңгі бақи достар. Рахмет. Кезекті екінші топқа береміз. Топтың аты Ұранымыз Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. рахмет. Біздің дайындаған газетіміз, біз мына жерге ең бірінші жүректі көріп тұрсыздар. Алғысымызды шын жүрегімізбен айтайық деген ниетпен жасадық. Яғни біздің жан-жағымыз барлығы гүлдеп, жүрек әдемі болып тұр, жарқырап, әдемі болып, бір-бірімізге алғысымызды айтайық, сыйласып жүрек деген ниетпен жасадық. Яғни дұрыс, алақандар міне. алғыс тобы мен достар тобына алғысымызды білдіреміз. Тамаша таныстыру болды. Сіздер өттіңіздер. Екі топ. Осының артын қараймыз. Тапсырыңыз табыңыз. Бірінші енді мына алғыс тобына берейік. Тыңдаймыз. Алты түрлі ғой, бала тілімен, ашулы, көңілді, рэп түрінде, опера, алтау болады. Ашуланып айтайын деп жатырмын. Қорбаңдаған аюдың құлпынайып, балайып, қалтамызға салайық. Қорбаңдаған аюдың құлпынайып, көп екен. Теріп, қалтамызға салайық. Қорбаңдаған аюдың құлпынайы көп екен, теріп алайық, қалтамызға салайық. Қорбаңдаған аюдың құлпынайы
бар екен, теріп алайық, қалтамызға салайық. Құрбандаған аюдың құлпынайы көп екен, теріп алайық, қалтамызға салайық. Құрбандаған аюдың құлпынайы көп екен, теріп алайық, қалтамызға салайық. Құрбандаған аюдың құлпынайы көп екен, теріп алайық, қалтамызға салайық. Енді келесі кезекті достар тобына береміз. Эльмира апай. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың. Тағдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Апай ашулы. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың. Тағдай болып шығасың. Мектебі мынау классым, осында 10 жыл тұрасың, таудай болып кіресің, таудай болып шығасың. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, таудай болып кіресің, таудай болып шығасың. Мектебі мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, таудай болып кіресің, таудай болып шығасың. Тамаша. Мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, таудай болып шықсың, таудай болып шығасың. Жақсы көңіл күй сыйлағандарыңызға рахмет. Бәрі тамаша. Сіздер өттіңіздер. Келесі тапсырманы қараңыздар. Шынықсаң шымыр боларсың. Байлар, қазір біз жұмбақ жасырамыз. Соның шешуін, шыққан жұмбақтың шешуін іздеп тауып аламыз. Бірден жоқ, екі жұмбақ бар, тыңдап аламыз, я. Ұрсаң қатты зырлайды, жерге қарғып тұрмайды. Тиіп кетсе басыңа ешбір зиян қылмайды. Тоқтай тұрыңыз енді. Ауға келсін. Келе. Іздей берсін. Әлі доп көп. Тағы доп бар, іздейміз. Келесі жұмба. Іші мақта, тысы мақта, арасы мақта 4 бұрыш, сырты қабылған, жатуға табылған. Бұл не? Жамылатын. Я, көрпе. Бағаны сары көрпе екен. Бағаны сары көрпе екен. Көрпе. Апайлар, мынаны бірінші топтан 4 адам шығады. Қанекей, алғыс тобынан 4 адам шықсын. Сізде, кешіріңіздер, 4 адам 4 жағынан ұстайды. 4 адам 4 жағынан ұстайды. Алғыс тобынан 4 адам 4 жағынан ұстайды. Мына жаққа тұрыңыздар. Мына доптар кедергі жасамасын. Мен допты саламын мына жерге. Сіздер допты лақтырып ойнайсыздар бір-біріңізге. Сырдалмайсыздар. Қағып аласыз. Мына немен қағып аласыздар. Қайттан лақтырасыздар. Қағып аласыздар, лақтырасыздар. Қолдарыңыздағы затпен араларыңыз қашықтау болсын. Қашықтау болсын.
Төртеуден, төрт бұрышынан алып уақытасыздар. 4 адам. Көруге болады. Біліп отырмыз. Ал. Қазір ойнаймыз, қораптағы доп деген ойнаймыз, я? Енді апайлар, не айтайын, татырыңыздар, асықпаңыздар. Мына жерде 2 шелек тұр, я? Соған әр топтан, мысалы, 4 адам бірге отырып, бір қолмен, 2 қол емес, бір қолмен бір допты 4-еуі ұстап, ана шелекке салу керек. Я? Бірігіп 4 адам бір қолмен ұстайды тек, бір таяқ бір қолмен, 2 қолмен ұстамаймыз бұлай. Соны бәріміз бірлесіп, 4 таяқпен бірлесіп, апарып ана шелекке саламыз. Егер қателік қалса, бір ұпай қайтарылып алады. Ана жерде 13 доп. Егер екі жақ тепе-тең болса, 13-ші допты кім салса сол жеңіс. Ана жерде түсіп, не қыла берсін, бірақ бірлесіп алып апарасыздар. Ал, басталды. Дұрыс па сәні? Басталды. Тамаша. Ауызбіршілікпен бірлесіп жұмыс, жақсы, тамаша. Енді сіздер өттіңіздер. Ал, апайлар, қазір енді бойымызды сергітіп алайық. Берірек жүзіңіз, сәнім бар. Ал, мен қазір менің айтқанымды, Сара кел, ал. Менің айтқанымды қайталаймыз, я? Ал. 2 қолым бар. Әуелі көрсетейін, мен көрсетейін, бәріміз бірге. 2 қолым бар. 2 қолым бар. Және саусақтарым. Мына жерге не алшы? Екі қолым бар. 2 қолым бар. Және саусақтарым. Досымды жақсы көремін. Досымды жақсы көремін. Жақсы көремін. Ал енді осылай, я? Ал кеттік. 2 қолым бар. 2 қолым бар. Және саусақтарым. Досымды жақсы көремін. Және оның мұрнын. Және оның мұрнын жақсы көремін.
Досымды жақсы көремін. Досымды жақсы көремін. Және оның аяқтарын. Енді бір рет екі қолым бар. Екі қолым бар. Және саусақтарым. Досымды жақсы көремін. Және оның құлағын. Жақсы. Рахмет, апайлар. Сергіп қалдыңыздар ма? Жақсы. Енді апайлар тапсырманы іздей беруге болады. Іздейміз. Сарағай тапқан деп. Кім номері? 53 басыда. Сіздерге телефон номері берілді, я? Осы телефон номеріне айтам әуелі, әлі ашқыспаңыздар. Видеозвонокпен телефон шаламыз. Шалғаннан кейін бірінші осы 13-ші мектептің атауы айтылып, апталықтың атауы айтылып, осындай ойна сергі атты іс-шара өтіп жатқанын, сондағы тапсырма осындай еді, сізден сұрауға бола ма деп айтамыз, өздеріңіз ары қарай орындаймыз, тапсырманы оқимыз. Кезекпен. Әуелі сіздер өздеріңіз топтарыңызға барып тұрасыздар. Екеуіңіз емес, топтарыңызға. Шошып кетеді. Мә таста жүр. Балғын апай. Еркеназ. Балғын. Ода, Хадиша апай азамды. Балғын. Ал жақсы қатысы бар азамды онда. Балғын апай алмасы. Болмаса, қазір кішкене звондайын. Кеуіме звондай салайын. Саламатсыз апай. Біз бастауыш сынып нөмірі 13-ші орта мектептің бастауыш бірлестігінің атында өтіп жатқан тұнып тұрған бұлақтың көзін ашқан бар білім бастауыштан басталатын атты апталық өтіп жатыр. 10 күндік іс-шара. Сонда ойлар сіздің игі тілегіңізді тілесеңіз бізге. Тілек. Сәлім Гүлсетбайқызының несімен шығып отырмысыздар, ойла. Сергі деген әдемі ойын өткізіп жатыр екенсіздер. Күннен күнге, айдан айға, жылдан жылға өсіп келе жатырсыздар. Оқушыларыңызды да біртіндеп өсіп жатырсыздар. Бізді де өсуге сондай итермелеп жатырсыздар, күш беріп жатырсыздар. Сіздерді жақсы көрем, кереметсіздер, беттеріңізден сүйдім, құшақтадым. Келіңіз енді қатысыңыз. Соңғысына келіңіз. Сау болыңыз апай. Болды. Саламатсыздар ма? Апай саламатсыз ба? 13-ші мектепте Бастауыш бірлестігінде өткізіліп жатқан тұнып жатқан бұлақтың көзін ашқан бар білім бастауыштан қалыптасқан атты бастауыш бірлестігінің 10 күндігі болып жатыр. Осы 10 күндің аясында бізге ойла сергі атты сайыс болып жатыр еді. Сол бізге сұрақтар берілген, логикалық сұрақтар. Сол сұрақтарға жауап берсеңіз. Бірінші сұрақ: 53-пен су тасуға бола ма? 53-пен су тасуға бола ма? Болмайды ғой. болады екен. Болады екен.
қалай болады? Сіздер жауап бересіздер. Команда не жауап беріңіздер? 53-тің үстінде шелек қойып бұқпача. Астына қоямыз. Суды қатырып мұзғылт тасимыз. Сіздердің де нұсқаларыңыз қабылданады, апай. Рахмет. Келесі сұрақ. Құс өзім құспын деп айта ала ма? Айта алмай тілі жоқ. Иә, салтанат. Жоқ, ана жерде. деп ала ма дедік қой. Айлардың ең ұзыны қайсы? Айлардың ең ұзыны қайсы? Жақсы, рахмет, апай. Енді апай, енді бастауыш бірлестігіне тілегіңізді айтып жіберсеңіз, жылы лебізіңізді білдіріп. Бастауыш сынып бірлестігіне осы 10 күндік аясында өтіп жатқан апталық шарасына үлкен қызығушылығымды, сосын ризашылығымды білдіремін. Мен көп жұмыстарыңызға қатыса алмасам да, мынау сілтеме арқылы жұмыстарыңызды көп тамашаладым. Жалпы сырттай бақылаушымын. Сіздердің белсенділіктеріңіз, өз істеріңізді педагогикалық тұрғыда қадірлейтіндіктеріңіз, кәсіби тұрғыда даму бағытында жүріп жатқандарыңызды және ауызбіршіліктеріңізді, ынтымақтастықты қалыптастыру мақсатында жүргізіп жатқан жұмыстарыңызды көріп қуанып отырмын. Сондықтан 13-ші орта мектептің бастауыш ұжымына, оның ішінде осы педагогикалық іс-әрекетті дамыту бағытындағы жұмыстарыңызға алдағы уақыттарда сәттілік тілеймін. Шыңдай түсініктер дегім келеді. Яғни осы ауданның алдыңғы буын қатарындағы бастауыш ұжымы болып, осы мектептің атын абыройын асқақтатыңыздар дегім келеді. Рахмет, апай. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет, апайлар. Енді өткіземіз ба? Өткіземіз әрине. Сіздер өттіңіздер. Ал енді ойланыңыздар. Ойланыңыздар. Дұрыс. Бір А дұрыс. Бір А кім? Екі Ж. Ш деген алтын Жәмил апай. Бір, екі деген бірінші сынып және екінші сынып деген.
апайлар, әдемі билеріңізге көп рахмет. Көңіл күйіміз бір көтеріліп қалды. Сіздер тапсырмадан өттіңіздер. Не беріп? Ал. Не дейді? Орындап жатырсыздар, берілген тапсырманың бәрін керемет орындадыңыздар. Сіздерге де біздің осындай тосын сыйымыз болды. Ойлан, ойна, сергі атты тосын сыйымыз бар. Енді бір не қылып алсақ, қай жерден біліп тұрсыздар ғой, енді іштеріңізде айтақ дейді. Бір бағанадан ауызбіршілікпен жақсы жұмыс жасап жатырық, онда ауызбіршілікпен осыны алып шығып, далада ұшырайық. Құрметті апайлар, ойлан, ойна, сергі атты іс-шарамыздың соңына да жақындадық. Мынау сол іс-шараның тосын сыйы. Осы тосын сыйды ашу салтанатын осы басшымыз Хадиша апайға, Ләззат апайға және біздің бастауыш мектептің апайларына бергім келеді. Әрбір шәкірт бір жұлдыз жарқырауына көмек бер дегендей, алдарымыздағы жұлдызымыз жарқырай берсін. Еткен еңбектеріңіз берекелі, жемісті болсын. Арманда мақсат қой, биікке ұмтыл.